Білім беру ұйымдарында құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау үшін нұсқаулық. Алдымен e-gov.kz порталында авторизациялаудан өтіңіз. Порталдың басты бетінде білім, содан кейін орта білім бөлімін таңдаңыз. Тізімнен мектепке дейінгі, негізгі орта, жалпы орта, арнайы құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау қызметін таңдаңыз. Қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Бұдан әрі білім беру ұйымына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау өтініш түрін таңдау қажет. Өтініш кімнен берілетінін таңдаңыз. Баланы таңдау батырмасын басыңыз. Көрсетілген тізімнен мектепке қабылданатын баланы таңдаңыз. Әрі қарай балаға арналған оқыту нысанын таңдау қажет. Міндетті жолдарды сыныпты, аймақты, ауданды, қалаған жалпы білім беру ұйымын және оқыту тілін таңдау қажет. Әрі қарай міндетті құжаттардың сканерленген көшірмелерін тіркеңіз. Көлемі 1 мегабайттан аспауы тиіс. Содан кейін берілген деректердің дұрыстығы үшін жауапкершілікті және жеке деректерді пайдалануға келісімді құз белгісімен белгілеу қажет. Сұрау жолдау және қол қою батырмасын басыңыз. ЭЦқ немесе бір реттік пароль арқылы сұранымға қол қойыңыз. Қызмет нәтижесімен сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізде таныса аласыз.